Облыс әкімі Берік Әбдіғалиұлы облыс орталығында атқарылып жатқан жөндеу құрылыс жұмыстарының барысын қадағалады. Кеңірек келесі бейнематериалда. Қазіргі таңда Жезқазғанда бірнеше көшелерде жол жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Соның бірі Гагарин, Титов көшелерінің қиылысы. Жұмысты мердігер Сенім Строй компаниясы жүргізіп жатыр. Бірінші қыркүйекте аяқталуы тиіс жөндеу шаралары әлі жалғасуда. Берік Әбдіғалиұлы жауапты тұлғаларға жұмысты тездетіп бітіруді тапсырды. Уақытында бітіріңіздер, бір ай көп болса, бір ай ғана уақыттарыңыз бар сіздердің. Сонымен қатар облыс әкімі Бейбітшілік көшесінің бойында құрылысы жүріп жатқан дене шынықтыру және сауықтыру кешенінің алаңына да арнайы барды. Қазіргі уақытта болашақ нысанның іргетасын қалау жұмыстары жүргізілуде. Мердігер ұйым құрылысты қыс мезгілінде де жалғастыратынын жеткізді. А что в этом году вы успеете? Вот что вы успеете в этом году? Планируется на этот год ноль закончить, да? Фундаменты и должны уже начать монтировать металлоконструкция. Биыл Жезқазғандағы 48 көп пәтерлі үйдің қасбеттерін күрделі жөндеу жұмыстар жасалуда. Бұл ретте қабырғалардың жарықтарын бітеу, қасбетін тегістеу және бояу көзделген. Алайда Алашахан, Диев, Жеңіс, Ғарышкерлер және Бейбітшілік көшелеріндегі жұмыстар белгіленген кестеден кешігуде. Астана Премиум Строй және Самға жауапкершілік шектеулі серіктестігі тарапынан көп пәтерлі үйлерді жаңарту жұмыстары 10 қазанда аяқталатыны айтылды. Все щели закрыли. После этого прошли грунтовкой для сцепки лучшей с краской, чтобы она на следующий год не стала уже, не шулышилась. И покрыли финской краской. Сондай-ақ өңір басшысы Жезқазған қаласындағы жылу желілерін қайта жаңғырту жұмыстарын да қарады. Қазіргі уақытта Алматы Инжстрой акционерлік қоғамы мердігерлік ұйымы Алашахан даңғылында тротуар плиткаларын демонтаждау, жер жұмыстары және жылумен жабдықтау құбырларын демонтаждау жұмыстарын орындады. Аралау барысында 9-шы орам ішіндегі жолдарды орташа жөндеу жұмыстары да назардан тыс қалмады. Мұндағы қалған жұмыстар 1 қазанда аяқталады деп күтілуде. Мұқағали Сейітқазы, Думан Оразов, Ұлытау телеарнасы.